Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты Құмтүйін жалпы орта мектебінің ата-аналарынан Құмтүйін жалпы орта мектебіндегі жылу жүйесі ақсап, балаларымыз жаурағаннан ауырып жатыр. Ал мектепте сабақты тоқтатпай, суық жерде сабақ өтіп жатқандығын айтып қоңырау түсті. Осы мәселені нақтылау мақсатында 29 қараша күні біздің журналистік топ Құмтүйін жалпы орта мектебіне қарай жолға шықты. Бәке, негізінде қанша болу керек? 16-17. Мына жер косметика. Қаламқас Әлек Барғызы, Жемқорлық және заң газетінен. Жоқ, просто мына косметикаларға қарап тоқтап қалғаным ғой. Сіздің аты-жөніңіз кім, апай? Роза Мосқалбай Камалқызы. Роза Камалқызы, маған ата-аналардан звондады. Бізде жылу болмай жатыр. Балаларымыз тұмауратып жатыр шетінен. Сол қаншалықты шындыққа жанасады? Ол расымен осы аптаның басында біздің пешіміздің екі пеш, бір пешімізді бір пешіміз өзі екі пеш, соның бір пеші жақсы істемей қалды. Сонымен бұл кісілер шаруашылыққа жауап береді. Ерте бастан жөндеуге сұраныс беріп қойған. Соның мезгілі осы аптаға тура келген. Осы аптада келіп. Сұранысты Кентау қалалық білім бөліміне тастайсыздар ма? Әрине, қайда тастайды? Сол жерге тастаңыз. Жоқ, сол жағын толықтырып айтып өтсеңіз. Ондай шаруашылық жөнінде мен білмеймін. Қашан тастады бұл кісілер, қайда тастады бұл кісілер білмеймін. Бірақ осы аптада келді, пештің біреуін ремонттаған сваркілеп сондай жұмыстар жүргізілді. Ал енді сваркілеп жатқан кездерінде бұл кісілер кашегарлар қасына қабаттасып отты жағамады. Сонымен мектепте салқын болғаны кешегі рас. Ол кездерде не істедіңіздер? Қалай жылынды оқушылар? Түнімен жақты ғой. Түнімен бұлар жақты ғой. Түнімен жақты. Ол кісілер кәдімгі жұмыс уақыты онда істейді, сөйтіп сағат 5-те ма кеткен болса, 5-тен бастап от жағады. Түнімен жағады. Азанда олар сағат 9-да немесе 10-да келе ма? Қосымша пеш, онда ештеңе қолданған жоқсыздар ма? Жоқ, қолданған жоқпыз. Ешқандай ешнәрсе қосымша қолданған жоқпыз. Директорыңызбен сөйлессек, ол кісі қайда екен? Директор қазір азанда тұңғыш президенттің мерекесіне байланысты жиынға кеткен. Құрылыс жөнінде жүрмін деп хабар берді маған. Қайда жүр екен? Кентауда. Жоқ, Роза Камалқызы, қателеспесем. Мен сізден сварка қалай болды деп сұрап жатқан жоқпын. Тек жаңағы білім бөліміне, Кентау қалалық сол мекеме атауларын тоқтап айтып өтсеңіз деп сұрап жатырмын. Мен сізді түсініп тұрмын, ол шаруашылыққа қатысыңыз жоқ. Именно Жетібаевтың да қаяқта жүргенін айта алмаймын. Бірақ құрылыс мәселесі бойынша жүрмін деп айтты маған. Бұл басқа шешесін білмеймін. Именно қандай мекемеде жүргенін маған айтқан жоқ. Ол кісі маған есеп бермейді, ол басшы ол кісі. Маған ешқандай есеп берген жоқ. Бірақ мен құрылыс мәселесі бойынша жүрмін деді. Ештеңе айтқан жоқ. Қазір енді жылу қазандықтары қандай жағдайда? Жылу жақсы, қазір көріп отырсыз, барлық жақты. Роза Камалқызы. Азаннан барлық аулалардың бәрін шығарып, бәрін реттеп қойған, көрдім. Жалпы сынып температурасы стандарт бойынша қанша градус болу керек? 19-20. 19-20 болу керек. Сіз жалпылама мектептер, сыныптардың ішін тексеріп шықтыңыз ба? Мектептердің жылуын тексеріп шығатын өзі арнаулы адам бар. Мен жаңа көріп шықтым, 10-12, ең күнгі беттегі сынып 14 градус болып тұр. Мен қарамадым. Негізі жылуға қарайтын адамдар бар, сол кісілер қарап шығады. Мен оқу бөліміне қарап жауап беремін да. Ол кісі маманмен қалай сөйлесеміз енді? Осы жерде болған болу керек сағат. Оған кім жауапты? Неге? Жылуға кім жауапты? Мектептің жылуына, мектептің директоры мен завхоз жауапты. Жоқ, сіз жаңа айттыңыз ғой, сыныптың градустарын тексеруге жауапты маман бар өзім. Ол менің құзыретіме кірмейді дедіңіз ғой, соған кім жауапты? Жылуға жауапты емес ол кісі. Жылудың қаншалықты дәрежеде жүргеніне қарап отыратын кісі бар. Жылуға жауапты алдыңызда. Сол қарап отыратын кісі кім жауапты? Тәрбие завушы не болмаса енді кім? Тәрбие завушы қарайды, сосын социолог қарайды. Социолог қарайды. Ол кісілермен сөйлесе аламыз ба? Үшеде олар.
енді жалпы сол мен енді сізге емес, менің негізгі жұмысым сол кісілерге сияқты да, мен түсінігімше сізбен әшейін ақ сөйлесіп отқан сияқтымын. дұрыс қой, мен жылуға жауап бермеймін ғой. Сол енді сол кісіні шақырту керек еді ол. Біз сабақты сіліп қылған жоқпыз, құдайға шүкір. Сабақ болды, азында келгеніңізде жылы болады да, бірақ расымен де ше. Ол кейін келіп уже салқындай бастайды. Күні өт жақ болғасын, мың дегенмен салқын болады ғой. Бірақ ол кезде қосымша жылу пайдаланбадыңыздар, иә? Ешқандай қосымша жылу пайдаланған жоқ, өйткені ол қауіпті болып есептелінеді ғой. Карантин берілген жоқ. Жоқ, карантин берілген жоқ. Оған қалай біз карантин? Баланың денсаулығы бірінші кезекте ғой. Біз қалалық білім бөлімі басқасы бір қандай бұйрық бермесе мен оларға түсініктеме не болмаса оларға ұсыныс тастаған жоқсыздар ма осы құрылысқа? Именно сол кісілер бізге жаңағы подрядчиктерді жіберген шығар. Осы мектептің пешін. Бірақ сұраныс тастаған жоқсыздар, иә? Не жөнінде? Уақытша мысалға 3 күн құрылыс болса 3 күн. Жоқ, ондай ұсыныс тасталған жоқ меніңше. Роза Камалқызы, рахмет. Мектеп директорына жолығып қалармыз деп түскі 3-ті күткенімізбен мектеп директорын не осы жылу мәселесіне жауапты оқу ісінің меңгерушісі айтқандай тәрбие ісінің меңгерушісін не социолог маманын таппадық. Мектеп басшылығының айтуынша бұл іске Кентау қалалық білім бөлімі жауапты. Біздің еш кінәміз жоқ дегенді айтып отыр. Осы орайда жаз айында жүруге тиісті жылу қазандық жөндеу жұмысы неліктен қыс айына қалдырылды деген сұрақ туындайды. Балалардың денсаулығы бірінші кезекте емес пе? Бұл сұраққа Кентау қалалық білім бөлімінен жауап күтеміз.